Өзіңіз білесіз, енді мынау ұлан қайыр жерде бар жоқ 18 миллион халықпыз. Біз қалай көбейеміз? Мүмкін мынау тоқал алу мәселесін заңдастыру керек шығар. Қалай ойлайсыз? Жалпы осы мәселеге деген көзқарасыңыз қандай? Мен Көп әйел алушылық мәселе. біреуге ұнамас, мен өзім айтатыным, Абайдың 6 әйелі болды. Тағы сүйген қыздары болды. Бұны қалай болады? Біздің тірегіміз, біздің темір қазығымыз адастырмайтын. Істеп отырғаны анау деп қарайсың, былай қарасаң. Дұрыс емес деп бір сәт оқпаны бар. Ал бірақ біз полигам дейміз. Мен бір ақпаша оқатындай нәрсені айтайын. Мынау табиғатта жануарлар барлығы да полигамды еркектер. Мысалы, 10 тауыққа бір аға деш. 10 сиырға бір бұқа. Қарап көр. Мысалы, бір үргі жылқыға бір айғыр. Басқа айғыр жолатпайды, мысалы, бір айғыр. Бұл не? Ол табиғатта биологиялық не көрсетеді. Ал бізде адамзат текст шектеп тастады. Бұрын кезеңдерде әйелдер көп болды. Байлар мүмкіншілігіне байланысты, өйткені онда сен табиғатың мүмкіншілік берсең, қанша әйел алуға мүмкіншілік бар, солай мүмкіншілік болды. Ол табиғи көрініс. Мені ұнатар, бұны ұнатпас, мен оны просто ашық айта аламын. Өйткені бұл биологиялық, мысалы, жаратылымдағы жануарлардың бәрінде солай. Адам да соның бір ең жоғары сатысында тұрған біз ғой. Өзбектерде дей ма? Өзбектерде ғой деймін. Заң шығыпты 2 әйел алуға деп. Соны біреулер әзілдеп жүрді. Біз қазақтарда пока 2 сиыр ұстауға болады. Сол